Қазір біз 30 диаметрлі 2 пиццаның қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнымызды міндетті түрде сидадан өткізіп аламыз. 30 диаметрлі 2 пиццаға 350 грамм ұн керек болады бізге. Сонда 28-30 диаметрлі бір пиццаның қамыры ұны 175 граммнан болады деген сөз. Енді біз оған, мысалы 350-дің тең жартысы 175 болады. 175 грамм су құямыз, міне қараңыздар, 175 грамм. Бұл порция бойынша кішкене қаттырақ қамыр шығады. Ол қаттырақ болғаннан қорықпаңыздар. Және 5 грамм дрожжи, яғни 1 шай қасық. Мен кішкене молырақ салдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша салуға болады ашытқыны. Егер де уақытыңыз тығыз болса, онда ашытқыны көбірек саласыз, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Сосын 1 ас қасық қант, дәміне қарай тұз. Мына жерде біз жарты шай қасық тұз салдық. Сосын 20 грамм зәйтүн майы, 1 ас қасық болады. Зәйтүн майын қосу міндетті. Пиццаңыздың қамырының дәмді болуы бұл зәйтүн майына байланысты. Яғни сұйық май қосатын болсаңыз, онда пиццаның қамыры дәмді болмайды. Сондықтан міндетті түрде зәйтүн майын қосқан дұрыс. Міне осындай орташа қаттылықта қамыр шығады. Әбден ең қандырып, іртігін қалдырмай 5 минуттай илейміз. Илеп болған соң бетін осындай маечкамен жауып, жылы жерге орап 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минут өтті, міне біздің қамырымыз кішкене болсын көтерілді. Енді бұны қайтадан басып жақсылап илейміз. Енді жаңағы қамырымызды тең екіге бөлеміз. Тең екіге бөлгенде біреуі 284, біреуі 283 шықты. 1 грамм ештеңе етпейді. Енді бұны тағы да осылай домалақтап илеп аламыз. Міне екеуінде домалақтап илеп алдым. Енді үстіне 1 ас қасықтан осылай зәйтүн майын құйып шығамыз да, сыртын жақсылап майлап шығамыз. Бұл міндетті. Зәйтүн майын қосу пиццаға міндетті. Себебі итальяндықтар зәйтүн майысыз пиццаның қамырын дайындамайды. Міне екі арасын бөлеміз, сосын жаңа маечка немесе салапан жабамыз да, жабысып қалмайтындай міне ортасын осымен қолмен бөліп тастаймыз. Енді оны жақсылап көтерілгенше тағы да 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің пиццамыздың қамыры керемет болып ашыды, қараңыздар. Бір-біріне жабысқан жоқ, өйткені мен зәйтүн майын құйдым, маечкамен бөлдім. Енді ары қарай 2 пиццамызды жасай беретін боламыз. Бұл қамырмен кез келген пиццаны жасауға болады. Міне пиццаның қамыры осылай иленеді.